Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін танысатын сахабамыздың есімі Туфайл бин Амр ад-Дауси. Ад-Дауси ол кісінің сол Дәус тайпасынан шыққандығына байланысты берілген есімнің бірі екен. Бұл кісі сол Дәус тайпасының ең беделді, атақты, абыройы асқақтаған мырзаларының бірі еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ислам дінін уағыздама салдын. Надандық дәуірінің өзінде бұл кісінің адамгершілігі мол, жомарт, қазанының асты өшпейтін. Бұлайша сипаттаған кезде аш болған бұл кісінің үйіне барып қарнын тойдыратын. Панасыз болған бұл кісіні паналайтын. Сондай бір атымтай жомарттардың бірі еді. Бір күні өзінің тайпасынан Меккеге қарай өзінің қажетін өтеу үшін жолға шығады. Ол жолға шыққан кезде Меккедегі болып жатқан барлық хабардан бейхабар еді. Яғни ол кезде Меккеде пайғамбарымыз енді дінді насихаттап жатқан кезі, ал сол кезде Құрайш тайпалары пайғамбарымызға қарсы әрекетке шығып, екі жақ қақтығысып жатқан болатын. Осы оқиғалардың барлығынан бұл хабарсыз жолға шықтым дейді. Жолға шығып, Меккеге келген кезде, Меккенің ең беделділері, ең атақтылары бұның алдынан қарсы алып, оның астысына түсіп, барлық жағдайын жасап, біздің қаламызға қош келдің деп, оған ерекше бір құрмет көрсеткен екен. Осы құрметтен кейін олар өздерінің мәселелеріне көше бастады дейді. Яғни сол беделді болған Құрайштықтар бұл кісіге арамызда қазір Мұхаммед деген өзін пайғамбар санайтын бір кісі шықты. Ол кісінің сөздерінің барлығы сиқыр. Қандай да бір адам ол кісінің сөзін естісе, дереу соның сөзіне ілесіп, артынан жүгіреді. Ал кім оның артынан еретін болса, егер әке ерсе, баласын тастап жатыр дейді. Бала ерсе, әкесін тастап кетіп жатыр. Осылайша ол бүткіл отбасына от салып жатыр. Бұның сөздерінен сақ болғайсың деп бұны ескертеді. Осындай оқиғаларға тап болған бұл кісі үнемі осы оқиғаны есіне алып баяндап жүреді екен. Ол кісі былай дейді: осы нәрселерді Меккелік Құрайшықтар құлағыма құйғаннан кейін расында мен қатты қорықтым. Бұл кісіден кішкене аулақ жүрейін, бұл кісіге жоламайын деп бекіндім дейді. Сөйтіп, құдайларға, яғни пұттарға құлшылық жасау үшін Қағбаның алдына бардым дейді. Сонда құлағымда мақта болатын, жаңағы алдымнан бір Мұхаммед деген кісі шығып қалса, егер маған сөйлесе, соның сөзін тыңдамайын деп, екі құлағыма мақта тағып алған едім дейді. Қағбаның алдында тұрып, құдайларға құлшылықты бастайын деген сәтімде, кішкене арғы шетте әлгі Мұхаммед деген кісіні көрдім дейді. Ол кісі өзінің Раббысына арнап намаз оқып жатыр екен. Оның құлшылығы біздің құлшылықтан ерекше. Оған қатты қызықтым дейді. Сонда құлшылығын арасында ол өзіне тән бір сөздерді сөйлеген еді. Алланың қалауымен құлағымда мақта болса да, сол сөздердің бір-екісі құлағыма шалынды дейді. Шалынған кезде ол сөздерді сондай қатты ұнаттым, тағы да бір сол сөздерді естігім келді. Сөйтіп, өз-өзіме былай дедім дейді: ей Туфайл, сен өзің атақты әдебиетшісің. Бұл кісінің тағы бір айта кететін үлкен бір қасиеті, сол кезде әдебиетшілігімен, сөзге шешендігімен танылған бір кісі. Сонда өзіне айтып жатыр ғой: сен өзің бір әдебиетшісің, ақ пен қараны жақсы ажыратасың. Егер ол саған бір ұнамайтын сөздерді айтып жатса, оны қабылдама. Ал егер ұнайтын, ақылға қонатын сөздер айтып жатса, оны қабылдайсың. Барлық нәрсені өзің шеше аласың ғой. Сондықтан құлағыңдағы мақтаны ал да, оның сөздерін бір тыңдап көрсейші деп,
өз-өзіне солай кеңес берген екен. Сөйтіп пайғамбарымыз құлшылығын жасап, Қағбаның алдынан үйіне қарай бет алады. Бұл кісі де жаңағы оймен пайғамбарымыздың артынан жүрген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің ауласына кірген кезде, бұл өзінің жүрісін тездетіп, пайғамбарымыздың артынан жүгіре жөнеліп, «Уа Мұхаммед!» деп тоқтатып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасына барады. Сәлемдесіп, сәлемін алғаннан кейін, сен осы қандай нәрсеге уағыздап жүрсің? Маған да бір айтып көресің ба деп өтініш жасайды. Сонда пайғамбарымыз бұл кісіге Фалақ пен Ықылас сүресін оқып берген екен. Сол сүрелерді оқыған кезде жүрегіме сондай орнықты, бұл өмірде одан артық осыған дейін өте керемет сөздерді тыңдаған емеспін дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдында тұрып, куәлік сөздерін айтып, ислам дінін қабылдадым дейді. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасында біраз уақыт болып, шариғаттың кейбір тұстарынан білім алып, Құранның біраз бөліктерін жаттадым. Арадан осылайша уақыт өткеннен кейін пайғамбарымыздың алдына келіп, «Уа Алланың елшісі, расында мен өз қауымымның алдында өте беделді кісілердің бірімін. Егер мен қауымыма бір сөз айтатын болсам, олар міндетті түрде қабылдайды деп сенемін. Бірақ соларға қабылдата алатындай Аллах Тағалаға дұға жасаңызшы» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өтініш білдіреді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолын Аллах Тағалаға жайып, «Аллахумма джаллаху аятан туайнуху ала ма януи минал хайр». Аллахым, бұл қандай да бір қайырлы болған іске ниет ететін болса, ол ісіне бір белгі бергейсін деп Аллах Тағалаға дұға жасаған екен. Сөйтіп, мен өз қауымыма қарай жолға шықтым. Қауымыма жүздесуге аз уақыт қалған кезде, яғни өлкеме жақындаған кезде, менің екі көзімнің арасына үлкен бір нұр пайда бола бастады дейді. Пайғамбарымыздың дұғасы себепті сондай бір жап-жарық нұр пайда болды. Оны өзім анық сезіп тұрдым дейді. Ал егер маған бетпе-бет бір адам келетін болса, ол міндетті түрде менің екі көзімдегі жарықты сезіне алатын дейді. Сөйтіп мен Аллах Тағалаға дұға жасадым. «Уа Алла, бұл екі көзім арасынан бұл нәрсені алып тастай көрші. Қауымыма барсам, ол өзінің пұттарын тастағаннан кейін, пұттары жаза ретінде осыған осындай бір нәрсе беріп қойған деп ойламасыншы. Бұл нәрсені басқа жаққа ауыстыршы» деп Аллах Тағаладан дұға жасағанында, Аллах Тағала сол нұрды қамшымның басына әкеп түсірді дейді. Түнгі уақытта ол шам сияқты жанып жүретін дейді, жаңа қамшым. Сондай бір нұр берді дейді. Сөйтіп, бірінші үйіме бардым. Үйіме барғанда адамдардың ішіндегі ең әуелі маған жолыққан әкем болатын дейді. Әкеме қарап айттым: «Ей әкешім, сіз менен емессіз, мен сізден емеспін» деп әкеме айтқанымда, әкем «Не болып қалды саған?» деп сұрақ қойды. Сонда мен ислам дінін қабылдадым, ал сіздің дініңіз бөлек дедім. Сонда әкем: «Балам-ау, сенің дінің менің дінім ғой» деп осы ислам дінін қабылдауға өзінің ниетін білдірді дейді. Бұл да бір Аллах Тағаланың маған берген үлкен сыйы еді. Әкем барып, толығымен жуынып алдыма келді. Мен шариғаттың парыздарын ол кісіге баяндадым. Ол кісі куәлік сөзін айтып, исламға келді дейді. Артынша әйелім келді. Әйеліме де сол сөзді айттым: «Сен менен емессің, мен сенен емеспін» деп. Әйелім: «Бұл неліктен солай дедіңіз, отағасы?» деп сұраған кезде, мен исламды қабылдадым, ал сенің дінің бөлек дедім. Сонда әйелім де, мен де сенің дініңдемін деп исламды қабылдауға ниет білдірді. Сонда ол әйеліне айтты: «Онда сен Зишара деген жерге барып шомылып кел» деді. Ол сөзді әдейі айтқан болатын. Яғни Зишара деген ол өздерінің сол кездегі надандық кезіндегі пұттарының аты, сол пұттарының бастарынан бұлақ ағған деген. Сол бұлаққа ешкім барып түспейді екен, яғни ол сумен шомылмайды, пұттарына құрмет ретінде. А шомылса, сол пұттары оларға бір жамандық жасайды деп қорқады екен. Сонда әйелі қатты қорқып: «Уа отағасы,
маған, бала шағаңызға бір нәрсе болудан қорықпайсыз ба деді. Сонда кішкене даусын көтеріп, сен әлі өзіңнің пікіріңнен қайтпағаның ба? Мен саған кепіл боламын. Сен ол суға барып шомыл, саған ешқандай да пәлекет жоламайды, басыңа ешқандай да жағдай келмейді деп, әйелін соған қарай жібереді. Сол жерге барып, бой дәретін алып, күйеуінің алдына келеді. Сонда исламның қағидаларын түсіндіріп, әйеліне шариғатты қабылдаттырған екен. Осы оқиғалардан кейін ол өзінің қауымын исламға шақыра бастайды. Бірақ қауымында ешқандай бір кісі ислам дінін қабылдамады. Тек қана ислам дінін сол кезде Абу Хурайра ғана жүрегіне орнықтырып, ислам дінін қабылдаған еді дейді. Абу Хурайрадан басқа ешкім ислам дінін қабылдамағаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қайтадан жолға шығуға бекініп, өзінің қасына Абу Хурайраны ертіп пайғамбарымызға барады. Пайғамбарымыз сонда бұдан сұрайды: қауымыңның жағдайы қалай дейді. Сонда бұл кісі: уа Алланың елшісі, олардың надандықтары, олардың сондай бір қараңғылықтары оларға ислам дінін қабылдауға кедергі етті дейді. Қасымдағы бауырымнан басқа, деп Абу Хурайра радиаллаху анхуды көрсетіп, ешкім исламды қабылдамады дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 2 рәкат намаз оқып, қолын аспанға қарай көтеріп дұға жасаған кезде Абу Хурайра өзінің ішінен былай ойлаған екен: уа қауымым, құрдыңдар ғой, біттіңдер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендерге бір сондай дұға жасап жатыр, сендер жоқ болып кетесіңдер ме деп қорқып жатырмын деп, сондай бір сезімде болған екен. Ал бірақ пайғамбарымыз былай дұға жасады дейді: я Алла, ол қауымға хидаят бер, ол қауымға өзің амандығыңды бер, оларды тура жолға сал деп дұға жасап болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісіге бұрылып, енді қауымыма қайтадан барып шариғатты насихаттап, дінге кіргіз деп пайғамбарымыз тапсырды. Сол тапсырмасымен қайтадан қауымыма оралдым дейді. Шариғатты насихаттадым. Осы аралықта арадан біраз уақыт өтті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеден Мәдинаға хижрат жасаған болатын. Бәдір, Хандак шайқастары болып өтті. Одан кейін барып, дінді насихаттау барысында 80 отбасы исламды қабылдап, сол 80 отбасымен пайғамбарымыздың алдына келдік дейді. Пайғамбарымыз қатты қуанып, қарсы алды. Сол 80 отбасы пайғамбарымыздың алдына келіп: я Алланың елшісі, қандай да бір шайқас болмасын, қандай да бір Алла жолындағы соғыстарда бізді өзіңіздің оң қанатыңызға алып, бізді өзіңізден ешқашан айырып тастамаңызшы деп өтініш жасадық дейді. Пайғамбарымыз осы өтінішімізді қабыл алып, үнемі бізді оң қанатына алып жүретін дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұлы Раббысына қауышқаннан кейін Абу Бакр радиаллаху анхудың халифалық тұсында ол өте бір ерлігімен көзге түскен болатын. Пайғамбарымыздың дүниеден өтуімен діннен шығу мәселесі қарқынды түрде дамыды. Сол кезде жалған пайғамбар Мусайляматул Каззаб деген кісі шығып, мұсылмандардың көпшілігін адастырған еді. Сол кісінің райынан қайтару үшін Абу Бакр радиаллаху анху үлкен қол жинап, Ямама деген жерде шайқасуға бекінеді. Осы жерге жақындаған тұста осы Туфайл ибн Амр бір түс көреді екен. Түсінде басының тақыр болғанын, яғни басында шашы жоқ, аузынан бір құс ұшып шыққанын, және бір әйел кісі өзінің ішіне бұл кісіні кіргізгенін, сол сияқты баласының бұл кісіні іздеп тауамай жатқан осы 4 мәселені көреді. Көрген түсін қасындағы сахабаларға жеткізіп, маған осы түсімді жорып беріңіздерші деп өтініш жасайды екен. Сонда барлығы: бұл жақсы түс қой деп осындай ғана мәселелерді айтқан кезде, расында бұл түсті мен өзімде жорған болатын деп былай баяндап берген екен. Басымның тақыр болғаны басым алынады осы соғыста. Аузымнан құс ұшып шыққаны рухымның денемнен айырылғаны. Ал бір әйел кісінің өз денесіне мені кіргізгені бұл қара жердің мені қабылдап алғаны деп. Ал баламның мені іздеп жүргені бұл баламның да шахидтік шәрбатын ішетіндігіне бір меңзеу. Бірақ ол қазір шахид болмайды, кейінірек шахид болады деп өзінің жорғанын осылай баяндап берген екен. Өзінің түсі
оңынан шығып, Аллах Тағала ол кісіге осы соғыста шахидтікті нәсіп етеді. Және де ұлы осы соғыста Әмір бір қолынан айырылған екен. Сол ұлы Әмір осы Ямама деген жерде өзінің әкесімен бір қолын тастап кеткен болатын дейді. Халифалық Хазіреті Омар радиаллаху анхуға өткен кезде мұсылмандар бір күні бір араға жиналып тамақ жеуге отырады. Сонда Туфайлдың ұлы Әмір өзінің бір қолы жоқ болғандығына кішкене ыңғайсызданып артқа қарай тартынып отырған екен. Сонда Омар радиаллаху анху ол кісіге қарап, қолыңның шолақтығына байланысты тартынып отырсың ба деп сұрайды. Ол кісі қысылғаннан иә деп жауап берген екен. Сонда Омар радиаллаху анху айтады: "Валлахи, әлгі кесілген қолыңмен мына тамақты араластырмайынша, бұл тамақтан мен дәм татпаймын" деген екен. Сөйтіп ол кісіге араластырып барып, тамақтан дәм татып, ары қарай Омар радиаллаху анху былай деп сөзін жалғастырды: "Осы арамызда өзі тірі тұрып, денесінің бір бөлігі жәннатта болған ешқандай мұсылман жоқ. Сен сондай бір бақытқа иесің, яғни қолың сенің жәннатта" деп бұл кісіге сондай бір құрмет көрсеткен екен. Әкесінің түсінің жоруы тағы да оңынан шығып, арадан біраз уақыт өткеннен кейін Ярмук деген шайқас басталады. Сол соғыста Туфайлдың ұлы Әмір де шахид болып, Туфайл сонда өзі шахид және шахидтің әкесі деген атаққа ие болып, Аллах Тағалаға сондай бір пәк рухпен қауышқан екен. Аллах Тағала бұл кісілердің өмірлерінен үлкен ғибрат алуды баршамызға нәсіп етсін. Альхамдулилlah, уассалату уассаламу аля расулилlah.